Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін өз отанында би құдайы саналатын және көрерменнің екінші Мерлин Монро деген теңеуіне ие болған Голливуд сұлуы үнді актрисасы Мадхури Дикшит жайлы айтатын боламын. Актрисаның кино мансабы сәтсіз басталды. Ол жасырын тұрмысқа шықты. Кино мансабын тастап Америкаға көшіп кетті. Мадхури таэквондодан көк белбеу иегері, Үндістандағы 4-ші ең маңызды мемлекеттік марапатқа ие актриса. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписация бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Актриса керемет талғампаз, тапқыр және жоғары білімді. Мадхури көбіне хинди тілінде сөйлейтін көрермендерге таныс. Оның өзінің жанкүйерлер армиясы бар. Үндістанның ең танымал актрисаларының бірі және жұмысына ең жоғары ақы алатын актрисалардың қатарында. Мадхури 1967 жылы мамырда Махараштра, Снехлата және Шанкара Дикшиттен шыққан брахман отбасында дүниеге келген. Одан басқа отбасында 2 қыз Бхарати мен Рупа және 1 ұл Аджит тәрбиеленді. 3 жасынан бастап болашақ актриса классикалық үнді Катхак биімен айналыса бастады. Содан кейін ол толыққанды мектеп білімін және Мумбай университетінде микробиология дәрежесін алды. Жас кезінде әйгілі актриса оның болашақ өмірі кино әлемімен байланысты болады деп тіпті де армандаған жоқ. Оның барлық назары оқуға бағытталды, бірақ биге деген құмарлығы болды. Кездейсоқтық Мадхуриді түсірілім алаңына апарды. Сол кезде болашақ актрисаның үлкен әпкесі киностудиядағы қызметкерлердің бірінің қызымен дос болды. Нәтижесінде тағдыр Дикшитті түсірілім алаңына келді. Қызды режиссер байқады. Актрисаның кинолары өте әсерлі, ондаған фильмдер. Кино әлеміндегі танымалдылыққа, жетістікке Мадхури бірден жете алмады. Оның қатысуымен шыққан алғашқы Ахмақ фильмі кассада сәтсіздікке ұшырады. Оның мансабы сәтсіз басталды. Кейінгі 8 фильмі де көрермендер мен сыншылардың назарын аудармады. Алайда актрисаның жағдайы Құстар драмалық фильміндегі басты рөлмен біршама жақсарды. Фильм 5 Film Awards сыйлығын жеңіп алды және Оскарға ұсынылды. Дикшит компаниясын Капур әулетінің өкілі Анир Капур құрды. Ол «Лашық миллионері» фильмінің көптеген көрермендеріне таныс. Онымен бірге Мадхури ойын романтикалық комедиясында пайда болды. Оның сюжеті Голливудтың айқайлаған алаяқтар лентасымен үндеседі. Бұл жолы актриса өзін бай мұрагер ретінде көрсеткен клуб бишісін бейнелеудегі әсерлі би тәжірибесін пайдаланды. Актриса жанып тұрған құмарлық фильмі экранға шыққан кезде даңқтың дәмін сезе бастады. Жүрек блокбастеріндегі рөл үшін ол Голливуд Оскарының сыйлығын жеңіп алды. Мадхуридің серіктесі Амир Хан мен химиясы бірде-бір көрерменді бейжай қалдырмады. Бұл жұп ұзақ уақыт бойы тамаша одақ ретінде айтылды. Анил Капурмен тағы бір фильм «Адал емес, өгей ана» туралы картина хит болды. Ал Дикшит 2-ші Filmfare сыйлығын жеңіп алды. Сыншылар әдемі биші мен Анилдің інісі Санжайдың Ханзада Раджа атты картинасын бағаламады. Соңғы жеңілістен мелодраманы Мадхуридің қатысуы ғана құтқарды. Актриса Санжаймен тағы бір рет бір қызға ғашық болған 2 дос туралы махаббат қызықтары фильмінің түсірілім алаңында кездесті. 94 жылы «Мен сен үшін кіммін» үнді киносының $21 миллион ақысы үшін 2-ші кассалық лентасы болып саналатын Мадхуридің серіктесі Голливудтың тағы бір жұлдызы Салман Хан болды. Дикшит талантының көмегінсіз картинаның хореографиялық нөмірлері жоғары ұлттық кино сыйлығымен марапатталды. Басты рөлді орындаушының өзі тағы бір Filmfare сыйлығын жеңіп алды. Үнді киносында музыкалық жағынан сүйемелдеу ешкімді таңғалдырмайды, бірақ бұл фильм рекорд орнатты. Онда 14 композиция орындалды. Биші Мадхури келесі жұмыста да ойнады. Серіктесі Риши Капурмен «Махаббат байыпты» деп аталады. Тек романтикалық триллер сәтсіздікке және төмен кассаларға тап болды. Режиссер және актриса Макбул Фида әйелдің құпиялары картинасын өзінің сүйікті актрисасы Мадхури Дикшитке арнады.
Атақты адам экранда бірден 4 бейнені бейнеледі. Шакунталаның Мадхабарата эпосының кейіпкері Мона Лиза, сән үлгісі және биші, қызғылт бауырластық экшн фильміндегі элементтері бар драманың екінші атауы бар Гулаб кланы. Сюжеттің негізінде елдің көп бөлігін бақылайтын және онымен келісілмеген, кез келген әрекеттің жолын кескен Гулаби қылмыскерлер тобының нақты тарихы жатыр. Фильмде Мадхури әлеуметтік әділетсіздікпен күресуші Раджа рөлін сомдады. Ол үшін актриса Шаолин кунг-фумен айналысқан. Голливуд би ханшайымы алғаш рет 2018 жылы үнді киносындағы ең көне фильмдердің бірі Маратхи тіліндегі фильмде ойнады. Мадхури өзінің тәжірибесімен Голливуд актрисасы болу және үнді фильмдерінде ойнау қандай болатынын жақсы білді. Кинодағы жұмысымен қатар Дикшит гастрольдермен байланысты би тәжірибесін қалдырған жоқ. Ол биге негізделген бірнеше қойылымдарға қатысып, олармен бірге Үндістан қалаларынан басқа ақш, Европа және Кариб теңізі елдерінде сапарда болды. 2013 жылы Мадхури мен би онлайн академиясын ашты. 3 жыл бойы ол қазылар алқасында отырды. 2016 жылдан бастап So You Think You Can Dance байқауында өнер көрсетті. Актрисаның өмір баянында оның ер азаматпен қарым-қатынасын бұзған сәт орын алды. Ұзақ уақыт бойы Мадхуридің жақын досы, әріптесі Санджай Дат болып саналды. Бірақ ер адамның отбасы болды, ал әйелі қатты ауырды. Актрисаның онымен байланысы ашық айыпталды. Көп ұзамай Санжар терроризмге айыпталып қамауға алынды. Баспасөзде Дикшитке ол ер адамның маскүнемдігі, есірткіге тәуелділігі және тіпті өзін өзі өлтіруге тырысқаны үшін айыпталды. 1999 жылы ортақ достары Дикшитті американдық кардиохирург Срирам Ненемен таныстырды. Ол да брахмандарға тиесілі, Ұлыбританияда туылған, Америкада өскен. Ер адам ешқашан ата-анасының отанында болған емес және Мадхури Дикшиттің кім екенін білмейді. Үнді киносын ұнатпайды. Сол жылдың қазан айында ерлі-зайыптылар оңтүстік Калифорнияда жасырын түрде үйлену тойын өткізді. Бір айдан кейін Мумбайда салтанатты мереке ұйымдастырылып, тағы да журналистерсіз өтті. Отбасы Денверге қоныстанды. Көп ұзамай Мадхури Шахрухан мен Айшвария Райдың қатысуымен Девдас картинасына шақыру алды. Фильм 2010 жылы құрастырылған. Empire журналы бойынша әлемдегі ең жақсы 100 ағылшын емес фильмдердің тізіміне енген. 2003 жылы наурызда актрисаның тұңғыш баласы Арин дүниеге келді. Мадхури баспасөзге ол үшін ең бастысы оның баласы екенін айтты және ақыры кино мансабын тастап Америкаға көшіп кетті. Онда ол қарапайым үй шаруасындағы әйелдің өмірін бастады. 2005 жыл наурызда екінші ұлы Риана дүниеге келді. Баспасөзде балалармен макияжсыз жаңа ананың суреттері пайда болды. Бірақ жеке өмірдегі өзгерістер актрисаның тартымдылығына әсер еткен жоқ. 2011 жылы Дикшит Майамидегі сауда орталығына инвестиция салды. Өйткені ол үнемі кинодан ақша таба алмайтынын жақсы түсінді. Мадхури отбасымен бірге Үндістанға көшуге бел буды. Оның күйеуі бұл қадамға қарсы болды. Өйткені Америкада оның жұмысы жеке клиникасы болды. Бірақ Мадхури оны көндірді. Мадхури сомен мансабын жалғастырды. Жарнамалық науқандарда пайда бола бастады. Инвестициялай бастады. Тіпті өз атымен өз брендін құрды. Ол сонымен қатар Үндістандағы, ақштағы, Европадағы және Кариб бассейндегі әртүрлі қалаларды аралап би тәжірибесін қолдауды жалғастыруда. Атақты актрисаның суреттері Olay косметикалық брендінде, Oral-B Smile India тіс пастасы брендінде, Dabur пайдалы тағамында, су тазартқышы жарнамалық науқандарында пайда бола бастады. Сонымен қатар Мадхури өз бренді мен киім желісін үздіксіз тұрақты шығарды. Кинодағы көп жылық тәжірибесінде Мадхури Дикшит өзіне қорытынды жасай алады. Актриса жаңа романтиктер жобасында осындай тәжірибемен бөлісті. Бұл Яша Чопра туралы деректі фильм. Онда режиссермен жұмыс істеген барлық әріптестер онымен ынтымақтастық жылдарын еске алды. Премьера 2023 жылдың басында өтті.
Матхури ЮНИСЕФ-тің ізгі ниет елшісі және таэквондодан көк белбеу иегері. Үнді киносының дамуына қосқан үлесі үшін Матхури елдегі Падма Шри 4-ші ең маңызды мемлекеттік марапатқа ие болды. Ол әлі де режиссерлардың сұранысына ие болуда. Атақты актрисаға қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.